Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы нөмірі 216 Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектептің музыка пәні мұғалімі Сарманова Айжарқын. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сіздермен Қазақстан халқының музыкасы, соның ішіндегі Кавказ халқының музыкасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты Кавказ халықтары туралы ақпарат іздейміз, грузин халқының музыкасы туралы айтамыз, лезгинка биін тыңдаймыз. Әзербайжан халқының музыкалық дәстүрі және аспаптар туралы ақпарат іздейміз. Сонымен қатар шөжелерім әнін орындаймыз. Балалар, Кавказ жөнінде естігендерің бар ма? Кавказ деген сөз нені білдіреді? Қандай Кавказ халықтарын білеміз? Ендеше балалар, Кавказ бұл таудың атауы, Каспий мен Қара теңіз арасында қоныстанған үлкен ел. Оның шыңдары биік, таулары асқақ. Біздің Алатау, Алтай тауларына өте ұқсас болып келеді. Табиғатына өте әсем. Онда әртүрлі ұлт өмір сүреді. Әрқайсының өзі мәдениеті, әдет-ғұрпы, дәстүрі бар. Кавказ халқының музыкасы терең ойлы әрі қарқынды. Қазақстандағы кавказдықтар өз асыл мұраларын сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Кавказ халқы көп ұлтты. Олардың өмір салты, мәдениеті бір-біріне өте жақын. Музыкалық дәстүр бойынша көп ұқсастықтары бар. Ендеше балалар, бүгін біз сабағымызды ары қарай жалғастыра келе, оқулықтағы берілген 84-ші беттегі сөздерден Кавказ халқының ұлттық атауларын тауып, осы төр көздерді жазып көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Ендеше осы толық дұрыс жауабын оқып көрейік. Әзербайжан, Кавардин, Балкар, Грузин, Осетин, ингуш, армян, шешен. Грузин халқының музыкасы балалар Әзербайжан мен армян халықтарының музыкасынан өзгеше. Ежелден грузин музыкасы көп дауысты болып келеді. Хор музыкасы тек бірыңғай ерлердің немесе бірыңғай әйелдердің орындауында айтылады. Аралас хор болмаған. Әдетте грузин әні 3 дауысқа бөлініп айтылады. Грузин халқының музыкасы тағы да бір ерекшелігі балалар, грузин әндері көбінесе сүйемелдеумен орындалады. Зурна, 3 ішекті пандури және 4 шекті чангури деген аспаптары бар. Сонымен қатар грузин халқының көпшілікке жақсы таныс лезгинка биі бар. Оның билеушілерді қыздыра ойналатын ырғағы тыңдаушыларды бейжай қалдырмайды.
кавказ халқының бірі әзербайжан халқы да өте өнерлі халық. Әндері әсем сазды. Негізінен олар грузин халқы сияқты емес, әнді бір дауыспен айтады. Әуені нақышпен әсерлей отырып, түрлі бояулармен орындайды екен. Әнді бұлай орындау әркімнің қолынан келе бермейді. Әзербайжан халқы әншілерін ашуқ деп атайды. Ашуқ дегеніміз ақын, композитор, орындаушы. Ол әннің сөзі мен әуенін шығарады. Билеп жүріп, аспаппен орындайды екен. Аспап саз деген мағынаны білдіреді екен балалар. Бұрын Әзербайжан халқы ашуқтарды ел анасы деп атаған. Себебі олар халықтың мүддесін, бостандықты қорғаған, туған еліне сүйіспеншілігін жырлаған екен. Ашуқтар шығармашылығында тарихи батырлық, эпикалық дастандар үлкен орын алады. Мысалы үшін, біздің қазақ жырларының дәстүрінде бар Көроғлы жырында, Әзербайжанның Көроғлы дастанында көне заманда халықты қорғаған батырдың қаһармандығы туралы жырлаған. Балалар, өздеріңіз көріп тұрғандай, Әзербайжан халқының музыкалық аспаптары саз, тар, кеманча, чаган және ұрмалы аспап нагара деген аспаптары бар екен. Әзербайжан халқы және кәсіби композиторлары балаларға арнап көптеген әдемі әндер шығарған. Соның бірі Шөжелерім әні. Бұл ән біздің елімізде де кең тараған және барлық жастағы балалардың ең сүйікті әндерінің бірі ретінде жиі орындалып жүр. Ендеше осы Шөжелерім әнін үйренеміз. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, ашуқ Әзербайжан халқында ақын, композитор, орындаушы деген мағынаны білдіреді екен. Дастан музыкалық поэтикалық жанр. Ашуқтар дастанда батырлардың жауынгерлік ерлігін, тарихи маңызды оқиғаларды, халықтың тіршілігін жырлайды. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.